деген солай ма? Ай, айтпайды біздің қазақ. Не еді? Жет сұхаты дей ма? Жет сұхаты дей. Не айтады екен? Басын айналдырып дейді. Басын айналдырып дей ма? Көрейік. Жауапқа шығып, қазір шамада кейін, қазір шамда. Не айтам ба? Айтам ба, не дейді екен? Әйелінің соңынан кетті дейді. Әйелінің соңынан кетті дей ма? Дұрыс жауапты көрейік. Қодыратқа соқырат дейді екен ғой. Саған неге жарасып жүреген демейді екен ғой. Мұна қодыратпен соқыраттарымыз қаяқтырады деп. Болдың сен жаман болса енді, доймаса енді. Келесі. Әдемі ақылды қыз екен демейді. Не дейді екен сонда? Әдемі ақылды қыз екен демейді екен. Не дейді екен? Жалмаңдап қалған екен дей ма? Арай сияқты ма? Не дейді екен? Екеуі. Ақылды әдемі қыз екен демейді. Қандай қыз екен дейді? Сылаңдап қалған қыз екен дейді. Қандай жауап бар? Жауап бар ма? Айтыңызшы. Не айтады ба? Ақылды қыз екен деп қазақтар айтама тошы ма? Ай, сол айтпайды ау біздің қазақтар. Не айтады екен? Сылаңдап қалған қыз екен дейді ма? Ой, бірмай. Айтшы. Жалмауыз екен? Ой, не дейді айтты? Басқаны ғой мұны, айтшы. Не дейді? Білгіш екен дейді ма? Айтшы. Жерге ұрмағанда екен. Жерге ұрмаған дейді екен. Қандай екен? Қатын болатыңыз екен дейді. Қатын болатыңыз екен дейді. Жауап жоқ ешкімде. Келесі. Молодец. Бөлек шығып кетті демейді екен. Не дейді екен, Арай? Не дейді екен? Молодец, бөлек шығып кетті демейді. Не дейді? Құтылтты дейді. Құтылтты дейді. Не дейді? Басына қалдырмаған дей ма? Айтшы, сен не дейсің? Қатын артынан кетті. Басына өткендер айтып жатыр ау деймін. Қатын артынан кетті деп. Не дейді екен? Өздері айтшы. Ақыры әйелінің артынан кетіпті дей ма? Болмаған екен. Көрейік жауапты. Ақыры қаттың артынан кетті. Кел! Өздері! Бейгім! Жақсы, тамаша, өздері сенде бір победке бар, бер жақындасаңыздар сіздер. Келесіне неге кеттік ал? Пышақтар өтпей қалды, бітті. Олай болса, барлық жақсы, барлық тамаша. Енді мына сыйлықты мен кімге беремін? Үшеуі де бірақ жауаптан бар үшеуінде. Бірақ жауаптан бар. Ең бір шыққан Арайға берейін ба? Сөйтейін ба? Жоқ па? Олай болса, бүгінгі керемет сыйлық ең бірінші ойынға шыққан Арайымыздікі. Арай, құтты болсын. Енді мен мынау біздің қыздарға берейін. Өздері мынау сізге. Сізге. Аман болыңыздар. Арайдан обед шығырамын ғой. Арай, саған обедке баратын болды мына кісі. Дәл жанында отырсын ғой, сен мына кісі ашқап кетмесін, бақы ма? Жақсы. Рахмет, қыздар, жасай беріңіздер. Қадырбек ағай, жалпы айтқанда, шынында да мынау әрқашанда әр сөзге жақсы мән беріп, жақсы сөз сөйлеген жақсы. Сондықтан да жақсы бір тілекке кезек берейік. Жақсы тілек бүгінгі тойдың төрінен ортамызға Ноғай ағайындар. Біздің Ғафурдың ағалары, Ғафурдың жеңгелері, Ғафурдың әпкелері, жезделері, Ақтілек алаңында қыздар қауымы, Ноғайдың қыздары, Ғафурдың әпке жезделері, аға жеңгелері келіңіздер. Және сонымен қатар Айкөлек балабақшасы, Динараның коллективі келіңіздер Ақтілек алаңына. Және жиендер, рахмет, жиендер қайда? Жиендер ортаға келіңіздер. Жиендер және бөлілер келіңіздер. Бірге. Келіңіздер.
Рахмет, ағайын. Құдалар қайда кеттіңіздер? Құдалар келеді, апа сіздер келесіздер ма? Ноғайдың үлкендіңіздер ма? Ей, жаным. Алтыным. Есік алды шоғайда, тойды жаса оңай ма? Ағаштың мықтысы тоғайда, қыздың мықтысы ноғайда. Жасай берсін ноғайлар. Қайда кәні қыздары, қайда кәні ағалар. Ей, жаным сол. Ал, қадым енді қайдар. Енді барлығымыздың ақ-тілегіміз бүгін бір топ бір арнаға тоғысты. Сондықтан да бір жақсы тілек болсын. Апам бастайды ғой, апа. Сіз микрофон бердіңіз маған. Тез ауыстыршы микрофонды. Апа, бастаңыз. Шырымбек Тұрсынаев, мына немерелерімнің үстінде тойы құтты болсын. Дені сау болып, өмірден созақ құтсыдым, немере шөгіліп көре беріңдер. Ақыл айналай, алда қаланың үстінде болған үстінде тойы құтты болсын. Дені сау болып, өмірден созақ болып, дәу аяқтақтардың жастар жетелер жаным. Оқын бозаты болып, жақсы ағына көргісе берсін. Мынау бүгінгі той иесі ауылдың ноғай әулетінің Шырымбек Ағбөкекедің әулетінің тойы құтты болсын. Тойлардың тойы боласын, кішкенелерін тапқа отырған құтты болсын. Шырымбек Тұрсынаев немере тойын құтты болсын бірінші өздеріңе. Құтты болсын. Рахмет. Той боласын. Ура! Той боласын. Келіңіздер, келесі. Ағайындар, апам сөйледі ғой, апам сөйлеп қойды ғой. Қыздар қосыламыз ба? Қыздар қосыламыз. Енді, жиендер. Жоқ, бір жиен сөйлесінші. Жиен деген қонақ қой. Қайда жиендер? Жиендер бар ма? Шымкенттен кеп тұрған аға, келіңіз. Бастаңыз. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Ал көке, жеңше, мына бүгінгі немере тойларыңыз құтты болсын. Ал інім, келін, тойларыңыз құтты болсын. Ұлдарыңыз үлкен болып, азамат болсын, биіктерден көріне берсін Құдай қаласа. Жақсылық болсын, той болсын. Біз Шымкенттен келген ағайындарымыз, ноғайымыз. Жақсылыққа келе берейік, той құтты болсын. Ай, бәрекелді. Мен нағашым екенсіз ғой, мен жиемін ноғайға. Сіздерге ұқсаған ғой мен нағашыларыма. Келіңіз. Қой жей деген не істексіз? Ассалаумағалейкум, жиналған көп, Тәңір айдап бүгін міне жиналдық деп. Болып отыр керемет, бір керемет той, таңғалып қарағандай, айқай жерменен көп. Шырымбек айналайып тұрсын жаным, құтты болсын бүгінгі тойларың, немеренің атқа мініп мұсылман болғаны айқай, құтты болсын ай. Игигигай, 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 игигай. Әлемін жоғарыдан төмендетіп, ақ көйлектің етегін көлбендетіп, жастық өрен қайсымызға тұрақтамақ, айқай, оралымның барында, ойнада көл, игигигай, игигигай, игигай. Осындай тойлар жұғысты болсын барлықтарыңызға, игигигай, игигай. Не деген шайыр? Той қаласын берекелі, тойларын той қаласын берекелі, игигигай, игигигай. Ай, бәрекелді. Мынау сізге той бастаған үшін құрметті апа. Не деген өлең, не деген ұйқас. Рәшт көке, екемай болдың таза. Екемай болды ғой мынау. Жиендер бар ма? Бөлінер, теңіздер. Ақтексіздерден болсын, бастаңыздар. Кеш жарық, саламатсыздар ма, тойға жиналған көпшілік қауым. Мынау бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Шырымбек көке, Тұрсынаевға тек қана жақсылықтар болсын. Ғафур, Динара, бүгінгі сүндет той баршаңызға құтты бола берсін. Әрқашанда дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болып, немерелеріңіздің қызығына тоймай, апам екеуіңіз жүре беріңіздер. Мына жиендердің атынан, күйеу балдардан, қыздардан сіздерге сыйлығымыз бар. Және ертең Құдайға шүкірлесетін тәттіміз бар. Қабыл алыңыздар. Қошемет апайымыздар, жиендер атынан.
рахмет. Ысқанова кеңес. Ауылымыздағы әйелдер кеңесі төрайымы және ардақты ана, мінекей кәсіпкер. Ысқанова, бастаңыз. Рахмет. Микрофонымды жай екендер, өзімдікі қатты да мынау жай екен. Жәнібек, рахмет. Бүгін мынау өзіміздің ауылдың, Ноғайлар ауылының керемет деп күркіреген той өтіп жатыр. Шәке, Түреке, сіздер болмасаңыздар бұлар қайда болады? Сіздердің арқаларыңызда мінекей Динарадай, алтындай келін өзіміздің ауылға келіп түсіп, алтындай баламызды таңнап, жаңағы сол кездерде естіген едім, бір үйдің ағайын кісінің балдары Шәкенің екі баласына үйленіпті дегенді. Міне, әрине ол неге үйленді? Ол біздің Ноғайдың баласы жақсы болғаннан кейін үйленді. Ал енді мына соғын, мына кім Динара өте жақсы келін болып түсті. Ол Динараның жақсылығын, мынау менің балабақшам жаңадан ашылған кезде Динара сол жерде бірінші тәрбие алды. Сол жерде жұмысты бастады, сол жерде жұмысын жақсылап істеп, мен өзім өте қатты қадағалап сөйтіп тұрған кезімде менің ойымнан шыққан қыз. Сол жерде әдіскер болды, сол жерде ұйымдастырып, биді де, әнді де, білім жағынан да бәрін алдыңғы қатарда жүрген қыз. Келін, мен енді осы екі ауылдың әйелдер кеңесінің төрайым болғандықтан бүкіл келін менің сабағына өтеді десем де болады. Көз қарасымен-ақ өтіп жатыр. Сондай келіндердің Ноғайдың алды десем де болады. Бұндай келіндер өзіміздің әулетте көп бола берсін деймін. Осы Динарадан үлгі ала берсін деймін. Айналайын Динара, мына бүгінгі тойларым екеуі батыр ғой, Шәкең мен Түрекеңді айтып жатқан жоқ. Екеуі тойлы болады. Мына сүндет той құтты бола берсін. Дені сау болсын, баланың өмір жасы ұзақ болып, сол балдардың қызығын, жақсылығын көріп жүре беріңдер. Мына Шәкең мен Түрекең екеуі соған қызықтап жүре берсін сендердің жақсылықтарыңды. Мен енді барлық жақсылықты тілеймін. Айтсам әңгіме көп, бірақ қысқартып айтайын. Бақытты болыңдар, тойға ұласа берсін. Құтты болсын той. Рахмет, бәрекелді сізге, құрметті Ысқанова апам. Аман болыңыздар. Кеңес, бөлелер ма? Үлкен бөле. Көкім, кісі тошы сөйлей ма? Ай, сөйлемейді ау. Бұл сөйлеп болған сияқты ғой? Сөйлеп болған. Жиенің үлкен, Рәшидаға келіңіз. Кезеңші, үлкен жиен, Рашид, Нәлтай бағам. Кешірге барған бұл кісі. Ташкентке кешірге бар. Әптен бұтшылып көген десең. Қайырлы кеш, құрметті. Барша ағайындар сәлем бердік. Шырымбек көке той құтты болсын. Мынау енді кешірім дегеннен шығады ғой енді. Өткен тарих қой енді. Мына Ғафыр мен Динараның операсы көп еді, әдіні көміш. Келіп болып түскен кезде кімде загранпаспорт бар дейді. Әдіні көміш қаяқтан мен де бар, ал мен де бар деп. Сөйтсек екеуі кешірімге барасыңдар дейді, Ташкентке. Сонда Ташкентке кеттік, таңғы алтыда. Құдай-ау, өтірік адрес жазып берді мына келімізге. Солдатский район деген, Советский район деп берді. Ташкенттен 3 километр кетіп тұрмыз ғой, Ақынбабай деген ауыл жүздік. Содан әдір қойш, қалың малды милициялар тартып алып. Орала бұрған. Мына бүгінгі сол қуаныштарыңыз, бүгінгі жеткен жетістіктеріңіз елге келіп, жақсы келін атанып, бір шаңырақта әдейлеп, ұрпақ көбейді болсындар жандарым. Мына үлкен кемпір шалы бағып жатсыздар. Осы үлкендердің жолын көрсін, үлкен әулет. Мен өз басым нағашыларыма осы қашып жанды тұрам. Анам құрметтеген, әкем құрметтеген бұл әулетті. Мен құрметтеймін, менің ұрпағым құрметтейді. Сондықтан осы әулетке ұрпақтарымызға мен бақыт тілеймін. Кішкентай ғана, мынау енді кішкентай таққа мініп өткен баламыз, Құда қаласа ел сыйлайтын Мақұлбек көкем сияқты беделді, арқалы елдің азаматы болсын. Көкемнің, Мақұлбек көкемнің жолын берсін. Сол сияқты елге, ауданымызға, облысымызға, Қазақстанға белгілі мықты азамат болсын деп тілеймін. Рахмет, Рашид, Нәлтай. Үлкен рахмет. Енді осында Алматы қаласынан және Астанадан келіп отырған Ноғайдың сұлу қыздары бар екен ортаға келсінші. Қайдасыздар? Әпкелер, кесеңіздерші. Астана сияқты. Ей, айттым ғой мен жаңа. Айттым ғой осындай болады, білдім ғой. Кеңіздер, әпшелер, кесеңізші, кәнеге қайдасыз? Бастаңыз.
саламатсыздар ма? Дәу папа, дәу мама, мынау тойларымыз құтты болсын. Ғафу, Динара, мұсылман болған күні құтты болсын. Үлкен азамат болып өссін. Тойдан тойға ұласа берейік. Осылай тойда жиналып, тек қана қуанышта кездесе берейік. Рахмет сізге. Астана сөйледі, енді Алматы. Менің барлығына қосылам. Жақсы. Ең қысқа сөйлеген кісіге сыйлық береді Ғафу қазір. Айгөлек балабақшасы. Айгөлек балабақшасы келіңіздер. Астаңыз. Құрметті тойшыл қауым, құрметті апа көке, бүгінгі тойларымыз құтты болсын дейміз. Сіздер аман болыңыздар, қарттар үйдің қазынасы бар деп. Ғафу мен Динара бақытты, үйде қазыналары бар, алдарында отырған. Дейміз Ғафу, Динара, бүгінгі алғашқы тойларыңыз құтты болсын дейміз. Динара біздің Айгөлек бөбекжай балабақшасының ең жасы, әдемісі, өнерлісі. Рахмет саған. Өзі ұжымда қалай өзін ұстаса бұл жерде өз тойды өзі атқарып жүр. Рахмет көп-көп. Мына біздің бүгін шуғы жауған күнде қатырмыз ғой. Апамыз бен көкемізге шуғысының байғасы деп бөлек өзіміздің атағанымыз бар. Динара мен Ғафурға бөлек атағанымыз бар. Мына жерде тәтті жасап әкелдік. Мына төрде отырған Динараның төркінші құда мен құдағилардың сол жаққа келген тәттілеріміз бар. Осылай тәтті болып екі ортада жүре берсін дейміз. Рахмет. Айгөлек балабақшасына қосыламыз ғой. Рахмет. Тілек білдіретіні бар ма? Ой, Марал мама, бастаңыз. Ғафурдың бөлелерінің атынан Марал мамамыз бастасын. Кеш жарық тойшыл қауым. Әпше жезде бүгінгі кереметте өтіп кереметте той өтіп жатыр. Ғафур, Динара, балдарым құда қаласа, бүгін таққа отырып жатса, үлкен азамат болып өсе берсін. Өзінің өнсін соның қызығында жүре берейік. Той қалады. Көке Тұрсынаевке мынау ұлдарыңыздың үлкен азамат болғаны құтты болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі азамат болсын. Сіздерге тек қызығын көрсетіп жүре берсін. Бар ма қосыламыз ба? Рахмет сіздерге. Тілекшілер бар ма қосыламыз ба? Тегіз аға. Ал, құрметті қонақтар, тойға қауым құтты болсындар. Шәке, Түреке, Ғафур, Динара. Міне, үлкен той болып жатыр. Әрқашан тойға қуанышқа ұласа берсін. Айбетпеңіздер, мен қап болған екен жаңа, мен қосылып жатырмын да. Жақсы. Ал, әрқашан жақсылықта, қуанышта. Шәке, деніңіз сау болсын әрқашан. Сау жүре беріңіз. Рахмет сізге. Қосылып моталықта сіз сау жүргенге мен өте қуанып отырмын да. Әрқашан жақсылықта сіз бізді қуанышты. Ағайын туыс, құрмет, бәрі сіздерді құрметтеңіз. Жақсылық. Рахмет, келіңіз аға. Ассалаумағалейкум, қошығым. Мына біздің бауырымызға келіп алтын уақыттарыңды бөліп, осы тойға қатысып, атсалысып отқан барлық қонақтарға немді алғысымды айтамын. Айналайын, Мерейжан енді атқа отырып жатса, келешегі жақсылау оқуын бітіріп, таққа отырсын. Құда қаласа, президент болмаса да, министр болса да бізге де жетіп жатыр. Бақытты болсын кішкене. Ғафур, амандықта, денсаулық мықты болып, осы ойнап жүре берейік. Ағайындардың атынан бір жылқымыз бар. Бәрекелді. Ағайындардың атынан, бауырлардың атынан үлкен ат. Бірақ хаттың ішінде болса да ек қабат. Апа кішкентай. Келіңіздер, сіздер, бұл жаққа. Қосыламызға түгел, қарсылық жоқ қой. Естелікке суретке түсіп келіңіздер. Естелікке суретке түсіп тез шаршамасаңыздар. Естелікке суретке түсіп коллективтің қасына келіңіз. Жақындайық. Шырмек көке. Ей, айналайын-ай.
айналайын көкем-ай. Қайтейін. Болды, көке кеме қойыңыз. Қолын сөзіңіз. Қарамыз. Ғабдулин көкеміздің бүгін туылған күні екен. Ғабдулин аға, туылған күніңіз құтты болсын. Қайдасыз? Ғабдулин аға, келіңізші ортаға. Мынау бүгінгі мерейтой иесі. Той үстінде той болып жатыр бүгінгі мақұл бөрттер әулетінде. Ғабдулин көкеміздің бүгін міне мешітті мерекесі. Туылған күні Ғабдулин ағамыздың құтты болсын. Ғабдулин ағамыз бүгін арайлы, арқа, асқаралы, алпысқа толып жатыр екен. Ағамызға мықты денсаулық дейміз. Көке, құтты болсын. Дәл ортаға тұрсаңыз, жасқа жас болсыңыз мінекей. Қандай керемет. Бауырларыңыздың арқасында бүгін туылған күніңіз аталып өтті. Я, жасай беріңіз, тек қуаныш көріңіз. Тезірге соны көтсеміз. Кәнекей. Көке барсаңыз, ағайын ортасына. Ал, кәнекей, барлығы есепке түсіріп алыңыздар. Түсіріп алайын, тамаша. Ал, құттықтап, сый-сыйлап тапсырамыз және биге. Күшті биге өтес шықты, тамаша биге өтес. Ал биге.
Ағайын-ай. Кайф аяқталмай қалды ма? Кайфке кіріп тұрып шығып кеттіңіздер ме сразу? Кайфтың қандай екен? Мощный екен, бірақ кайф болмай қалды. Бәрекет, жайғасайық. Ағайын, мынау той тамақтар бар екен, бүгінгі Ғафur мен Динараның отбасының атынан сол той тамақтарын енді жайғасыңыздар. Той тамақ ұсынамыз. Той тамақ ұсынамыз, ағайын. Менің үйімде де той болсын дегенде жайғасайық. Менің үйімде той болсын деген ағайын, аспаңыздар. Қазір той тамағы бар, сондықтан да той тамағы ағайын сіздер үшін тартылады. Және мынау қадірменді көпшілік, былай қылайықшы. Енді той тамақты ұсынатын кісілер дайындан болам дегенше, мына колонканы, мынандай керемет көтеретін жек бар ма мынаны? Келші, келе қойшы. Көтеріп жүрмеш, мына қолында микрофонмен үлкен нәрсе көтере алмайдым. Көтеріп жүрмес, болды, көтеріп, тек көрсетші олай. Мына үлкен музыкальный орталықты қазір ағайын керемет билеген кісіге берем. Маған 3 қыз, 3 жігіт керек. Тез! 3 қыз, 3 жігіт. Тез етіңіздер. Бар ма? Қайын жұрттан кім? Талғат. Талғат кеш ортаға. Талғат, қайын жұрттан Талғат. Және апан, официанттар дайындалмасын деді, той тамақты. Официанттар дайын ба? Апан, ашуланмаңыз. Апан, ашуланмаңыз ба? Апан, сіз ашуланмай, түріңіз жаман болып барады. Апан, түріңіз жаман болып барады, апан. Кет қалмаңыздар, ағайын. Апам той тамақты алма.